Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы Құран кәрімді хатым ету хадистер көп. Есінде Құран хатымнан кейінгі қылынған дұға міндетті түрде қабыл болады дейді. Және оны сауаптарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, әрбір әрпіне 10 сауаптан жазылады деп. Құран оқу өте зор сауап болып саналады. Және оны кез келген мұсылман істеуіне қауқары жетеді. Мысалға, зекетті байлар төлесе, қажылыққа шамасы келгендер барса деген сияқты, ал Құран кәрім сондай зор сауап Алланың мейіріміне жетеді, және оны Аллах субхана тағала бәріне бірдей мүмкіншілік берген, және соны сауабын нәсіп еткен. Сондықтан Құран оқу және сауабы зор. Енді сұрақ, сол сауапты бағыштауға бола ма, сауабы жете ма деген кезде ғалымдар екіге бөлінген. Негізінде басым көпшілік ғалымдар сауабы жетеді деген, яғни сол сауапты алып бағыштаса, сол адамға нәсіп болып дұғасы да қабыл болады, сол Құран хатымның сауабы жазылады. Өйткені пайғамбарымыз хадистерінде бар көптеген бағыштаған деген сияқты. Соның тағы бір хадис бар ғой, адамдар қиямет неткен кезде, болған кезде өзі істемеген құлшылықтармен тірілетін адамдар болады дейді. Ол құлшылықты істеп көрмеген, бірақ та сол құлшылықтар соған жазылып тұрды. Сол кезде таңғалған, сұрайды, олар кімдер деген кезде. Сол кезде ғайбат айтқандар дейді. Аллах субхана тағала солардың құлшылықтарын, сауаптарын сол кісіге жазып қояды екен. Сондықтан бір адамның істеген құлшылығы екінші адамға тиесілі болады деген сөзді ғалымдар растайды. Енді хатым, Құран кәрімді хатым ету әр сахабалар аптасына бір хатым шығарып отырған. Негізгі әрбір мұсылман бір айда бір хатым оқыған жақсы. Ал енді ең көп хатым оқитын уақыт, Құранды көп оқитын уақыт ол Рамазан айы. Өйткені осы айда Аллах субхана тағала Құран кәрімді түсірген. Осы Құран кәрім түскен айды осындай ұлық етті, Құран кәрім түскен түнді осылай ұлық етті. Және Құран түсірген адамды, Құран түсірген періштені, Құран жаттағанды, Құран үйреткенді, Құранды оқығанды бәрін Аллах субхана тағала сонда берекелетіп қойған. Үлкен зор сауап иелері. Сондықтан мұсылмандар осы айда Құран хатымды көп оқиды, Рамазан айында. Енді адамды жалдап Құран оқытуға бола ма деген кезде ғалымдар айтады, болады дейді. Енді ақысын беріп, біреуді. Егер бір адам өзім оқып берем деп оқып берсе, оған бермейді. Бірақ та арада екі түрлі нәрсемен берілуі мүмкін. Адамға ақшасы ол оқыған еңбегі үшін. Ол басында айтады, сен осы маған туғандарыма, мынандайына осындай хатым оқып бересің, марқұмдарыма, мен саған 100 мың теңге, 200 мың теңге, 300 мың теңге берем деген сияқты береді. Бұл енді келісілген бойынша. Бұл дұрыс болып саналынады, қате болып саналмайды. Еңбекке келсе. Бір адам оқып береді, түкті демейді, келісім жоқ орталарында. Бірақ оқып бергеннен кейін Алла разы болсын деп, оқыған еңбегім бар ғой, мен енді саған рахметім деп беріп жатса, ол да болады. Екі түрлі болады. Сондықтан енді ақша алу, ақша беру деген нәрседе бұнда ешқандай проблема жоқ. Бірақ арада алдында келісілімге байланысты. Егер оқытуға тұрған адам сұрамай жатса, не сұрап жатса, жоқ, сұрамай жатып енді бермей қойса, ол да болады. Бірақ енді өз туғандарын анандай зор сауапты нәсіп етіп жатқан кезде адамдардың енді өзінің разылығы, ризашылығы болу керек қой.